күн, құрметті әріптестер, қайырлы кеш. Қазақ тілі пәні бойынша біз 4-ші сабағымызды бастаймыз, құрметті әріптестер. Бүгін біз қазақ тілінен 10-шы сыныпқа арналған ұзақ мерзімді жоспарда көрсетілген мынадай бір оқу мақсатын талдайтын боламыз. 10-шы сынып оқулығы 2-ші бөлім индустрияландыру, ұлттық өндіріс. Осы 2-ші бөлімде көрсетілген оқу бағдарламасындағы оқу мақсаты 10.1.2.1 мамандандырылған тараядағы арнайы мәтіндердегі мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды талдау. Яғни, бұл оқу мақсаты тыңдалым және айтылым дағдысына негізделген. Осы жерде, құрметті әріптестер, ең алдымен оқушыға термин дегеніміз не? Соны еске түсіреміз. Термин дегеніміз оқушыдан сұраймыз. Термин дегеніміз белгілі бір ғылым, білім, техника саласының заттары мен құбылыстарының атауы. Осы жерде оқу мақсатында көрсетілген міне, тілдік оралым. Осыған баса назар аударайық. Тілдік оралым дегеніміз не? Тілдік оралым дегеніміз ерекше мәдени ой пікірді жеткізу қабілетіне ие метатіл. Яғни, публицистикалық стильде жазылған жанр түрлеріне тоқталатын болсақ, олардың бірнешеуін атап өтейік. Ол дәріс, интервью, пікірталас, мақала және бейнебаян. Осы жердегі дәріс жанр түріне тоқталатын болсақ, тілдік оралымдар қандай болмақ? Біріншіден, ол дәрісте эмоцияға, экспрессияға көп жол берілмейді екен, Ғылыми терминдер жиі қолданылады, себебі дәріс, көбіне хабарлы сөйлем түрінде келеді, ырықсыз етістен жасалған баяндауыштар қолданылады. Мысалы, осы көктемде тұқым молынан егіледі деген сөйлемді алсақ болады. Осы жерде дәріс жанр түрінде берілген тілдік оралымда өткен шақ пен ауыспалы шақ жиі қолданылады екен. Ал енді интервьюге тоқталатын болсақ, интервьюде кідірістер, оның ішінде аз кідіріс, ұзақ кідірістер жиі қолданылады. Оны дыбыстармен толықтыру жиі ұшырасады. Мысалы, деген дыбыстармен толықтырамыз. Және кідірісті мағынасы сөздермен толықтырады екенбіз. Мысалы, жаңағы, енді, яғни, сонымен деген сөздерді жиі қолданамыз. Сонымен қатар фальстарттар сөзді қайталау, тосылып қайта түзету, қайталаулар, сасқалақтаулар, сенімсіздіктер көп болады екен. Ал енді пікірталасқа тоқталатын болсақ, пікірталас кезінде диалект сөздер, жаргон сөздер, паразит сөздер жиі қолданылады екен. Фразеологизм сөздер қолданылады, Сонымен қатар сөздің қысқартылып айтылуы, мысалы, ұяқ, бұяқ, келатырқ, жатырқ деген сөздер қолданылады екен, пікірталас кезінде. Себебі, қалай айтсақ екен, психологиялық түрде белгілі берілген уақыт регламентінде пікірталасқа түсуші адам өзінің ойын толық жеткізу үшін де сөздерді асығыстықпен қысқартып айтады екен. Енді мақалаға қандай тілдік оралымдар тән? Мақалада риторикалық сұрақтар, стильдік қайталаулар болады. Сонымен қатар тыңдаушылардың көңілін бұратын қаратпа сөздер, лепті, сұраулы жаңағы сөздер сөйлемде кездеседі екен. Сонымен қатар тақырыпқа сай терминдер, жаңа сөздер қолданылады. Сонымен қатар мақалада экспрессивті сөздер, мақал-мәтелдер, тұрақты тіркестер жиі қолданылады. Мысалға, жанр түрінің ең соңғы түрі бейнебаянда қандай тілдік оралымдар тән бейнебаянға? Мысалы, ол монолог, диалог еркін қолданылады ол жерде. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі сақталады. Тілдік норма нақты, жүйелі болу үшін бір абзаста бірнеше сөйлем болғаны жөн деп айтылады, Одан кейін ойды аз сөзбен нақты айту көзделеді екен. Міне, құрметті әріптестер, өткен сабақта айтып өткеніміздей,
әр сабақтың өзінің мақсаты болады. Ол мақсатқа жету үшін біз оқушыларға бір немесе бірнеше тапсырмаларды қадам арқылы беріп отырғанымыз дұрыс болады. Мысалы, мына бір оқу мақсатында терминдер мен ұғымдарды тілдік оралымдарға талдау жасайды деп отырмыз, иә. Мысалы, біз бір жанр түрін алайық, интервьюді алайық, иә. Интервьюді алатын болсақ, осы жерде интервьюді мәтін түрінде оқушыға беретін болсақ, оқушы соның ішіндегі терминдерді, ұғымдарды теріп жазу керек. Ол үшін ол термин сөздердің не екенін білу керек, иә. Әр сөздің ұғымына жіті назар аудару керек. Сонымен қатар екінші тапсырма деп бірнеше қадамдармен тілдік оралымдарды тап, оларға талдау жаса деп жаңағы тапсырма берсек болады екен, иә. Құрметті әріптестер, осылай қадам-қадаммен әр мақсатқа жеке тоқталып, сол бойынша тапсырмалар әзірлеп, тапсырмалардың аясында бағалау жүргізіп отырсақ, бағалауды критериалды бағалау түріне ауыстырсақ, сабақ мақсатына негізделген тапсырмаларды құрастырсақ, бізге оқушылар керемет кері байланыс береді және сабағымыз өз мақсатына жетеді деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар. Келесі сабақта біз енді белгілі бір оқу мақсатынан сабақ мақсатын шығарып, сол сабақ мақсатына негізделген тапсырмаларды ұсынатын боламыз.